Ассалаумалейкум, мен құрметті көрермендерім. Қалайсыздар? Бүгінгі бір видео басталмастан бұрын каналға тіркеліп лайк басыңыздар. Бір бауырым жазып кеткен екен. Тауық қораңа обзор жасасы сыртының ішінде. Мінекей менің тауық қорам. Мына шөп. Бір рулон шөп сұрып қойдым. Мен өзімнің лағым. Лағы ешкі, сүтті ешкі. Лағы өліп болған, сол себепті мынаны мен дейтін бұны тауыққа ауыстырып алдым. 10 тауыққа ауыстырып алдым, артап кетті. Дұрыс. Енді бұл дейтін жайылымда жүрген мал, сол себепті қораға келіп үйренбеген әлі. Кішкене қарын ашқасын жемін шөуін бәрін қойылыптым. Мынандай кебек беріп атым. Ертең өзің жемін берем, семіртетін. Мен балам. Қора міне. Мінекей. Қораның төбесіне мата салып қойдым. Әйтсе балапан тауықтардың барлығы ұшып сыртқа шығып кете береді. Ішін көрсетейін қазір. Кір балам. Су толдырып қойдым ішіне. Кір. Ішіне су толдырып. Құтайық мынау іші. Сыртын жауып жүрген ераш. Мынау іші міне. Балапандар енді отықлар жүр. Көріңіздер, тауық азайып қалды. Он тауықты беріп жібердім. Мінекей. Ішін жинағанын керек, қайтадан шөп тастап едім, шашылып қалды. Осы қонақтайтындары андай-мындайларға тесіктердің барлығын жауып тастадым. Қапшықпен төбесін былай мата салып тастадым, ұшып сыртқа шығып кетті. Бір жағынан көлеңке болады, желді күні кішкене желі болады, салқындай. Баға тауық қораның ішіне осы обзор айтайын деген. Видеоны осы лайк бас, комментарий жазып кетіңіздер, каналға тіркеліп кетіңіздер. Әзірге жақсы сау болыңыздар. Келесі кездескенше тағы да қандай видео түсірейін, комментарий жазып кетіңіздер. Анда көп видеолар дейтін сұршы осыны бірақ оның бәріне мендеке қол тимей жатыр. Ішінен біреуін тауық қораңа обзор жасашы дейді. Келесі тауықты қалай құрық қылуға, қалай жұмыртқа туғызуға, сол туралы видео түсіретін боламын.